16 есепте берілген тригонометриялық өрнектің мәнін есептеу керек. Котангенс пи бөлінген 4 пен котангенс пи бөлінген 6 бізге қиындық тудырмайды. Ол кестеден ала саламыз. Котангенс пи бөлінген 4-міз біздің 1-ге тең. Плюс котангенс пи бөлінген 6-мыз біздің түбірасы 3-ге тең. Бұл жердегі бар қиындық котангенс пи бөлінген 8-де болып тұр. Біз осыны бөлек есептеп алайық. Котангенс пи бөлінген 8-ді біз былай жазып алайық. Котангенс пи бөлінген 4 бөлінген 2 деп алайық. Яғни бұл мына формулаға келеді. Котангенс альфа бөлінген 2. Бұны мына түрде аластақ болады. 1 плюс косинус альфа бөлінген синус альфа. Яғни бізде альфаның орнында бізде пи бөлінген 4 тұр. Сонда осыны пайдаланатын болсақ, 1 плюс косинус пи бөлінген 4 синус пи бөлінген 4. 1 плюс косинус пи бөлінген 4-міз біздің 1 бөлінген түбірасы 2-ге тең. Синусымызда 1 бөлінген түбірасы 2-ге тең. Сонда бөлшектің алымында бөлімінде түбірасы 2-ге көбейтетін болсақ, түбірасы 2 плюс 1-ге тең болады. Сонда бұл өрнекті әкеп мәнін орнына қояйық. 1 қосылған түбірасы 3 қосылған түбірасы 2 плюс 1. Сонда 2 қосылған түбірасы 2 қосылған түбірасы 3 деген өрнек шығады. Міне есептің жауабы шықты.